Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сабақ тақырыбы селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері. Гибридизация, полиплодия, жасанды мутагенез. Сабақ мақсаты селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдерін зерттеу. Ең алдымен селекция нені зерттейтін сала. Латын тілінен таңдау, сұрыптау деген мағынаны білдіреді. Бұл жануарлардың қолтұқымдарын, өсімдіктердің іріктемелерін, микроағзалардың себінділерін жасау әдістері туралы ғылым. Селекция сұрыптаудың табиғи сұрыптау және қолдан сұрыптау деген түрлері болады. Табиғи сұрыпталу ол қоршаған орта жағдайларына жақсы бейімделу арқылы тірі қалатын ағзалар жатады. Ал қолдан сұрыптау пайдалы белгілері мен қасиеттері бар дараларды сақтап, көбейту жолымен жануарлардың жаңа қолтұқымдары мен өсімдіктердің жаңа іріктемелерін алу. Селекцияның салалары: өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және микроағзалар селекциясы. Өсімдік шаруашылығы дегеніміз не? Өсімдік іріктемелері мен гибридтерін шығарудағы негізгі мақсат өсімдіктің өнімділігін биотикалық және абиотикалық факторларға, аязға, қуаңшылыққа төзімділігін арттырып, аурулар мен зиянкестерге қарсы тұру қабілетін күшейтумен өсімдік селекциясы айналысады. Өсімдіктер селекциясының әдістері. Өсімдіктер селекциясының әдістеріне гибридизация жатады. Оның өзінің екі түрі бар: туыстық және туыстық емес. Туыстық еместің өзі іріктемешілік, іріктеме аралық қашықтықтан гибридизация болып бөлінеді. Ал іріктеу жаппай және жеке болады. Өсімдік шаруашылығында қолданатын негізгі әдістер ол инбридинг, полиплодия, жасанды мутагенез және гибридизация немесе будандастыру. Алдарыңдағы суреттен нені білуімізге болады, яғни гибридизация ол генетикада тұқым қуалайтын ұрпақты алу үшін генетикалық жағынан әр түрлі жеке ата-аналарды екі түрден қосу процесі. Жаңа ұрпақты гибрид деп атаймыз. Қашықтықтан гибридизация көмегімен түрлі түрлердің немесе туыстардың белгілерін біріктіретін өсімдіктерді алуға болады. Олар туыстық будандастыру және туыстық емес будандастыру болып бөлінеді. Яғни инбридинг және аутбридинг. Енді гибридизацияның будандастырудың мұнда алған жаңағы өсімдіктер көрсетілген. Енді мутагенез. Мутагенез дегеніміз не? Физикалық және химиялық мутагендердің көмегімен мутацияларды жасанды жолмен алу әдісі. Бұл әдіс экспериментті генетикада жиі қолданылады. Табиғи мутагенез секірмелі түрде болатын мутациялық өзгеріштікке белгілі бір фактормен арнайы әсер ету арқылы емес, табиғи жағдайда өздігінен пайда болатын мутациялар жатады. Табиғи жасанды мутагенез, яғни жасанды немесе индукциялы мутация деп белгілі бір факторлармен арнайы әсер ету арқылы болатын тұқым қуалайтын өзгергіштікті айтады. Ондай мутагендік факторлерге радиоактивті сәулелер, температура, ультракүлгін және лазер сәулелері, сол сияқты кейбір химиялық қосылыстар жатады. Полиплодия. Ол дегеніміз не екен? Гаплоидты жиынтыққа қатысты хромосомалар санының өсуі. Полиплодия геномды мутацияларға жатады. Өсімдіктердегі тұқым қуалайтын өзгергіштіктің бір түрі. Егер эукариотты организмдер жасушаның хромосома жиынтығы 2-ден артық рет еселенсе, ондай организмді полиплоидты деп атаймыз. Өсімдікте полиплодия құбылысын
қолдан тудыру арқылы олардың өнімділігін арттыруға болады. Өсімдіктің ішінде маңызды полиплоидтік топқа астық тұқымдастарын жатқызамыз. Ауыл шаруашылығындағы өсімдіктердің ішінде бидайдан басқа мақта, балқурай, банан, картоп және басқа мәдени өсімдіктердің түрі бар. Өсімдік геномын биотехнологиялық өзгертудің негізгі тәсілдері: жасанды мутагенез, яғни физикалық және химиялық ДНК құрамында жасанды немесе табиғи өзгерістер жасау. Трансгенез, генді тікелей ағзаға енгізу. Интрагенез, ағзаның өз генін өзіне енгізу немесе оны ажырату. Және цисгенез, табиғи будандастыру жүру мүмкін жақын туыс түр генін енгізу. Цисгенездік тәсілдерді қолдана отырып, дамыған өсімдіктердің генетикалық құрамдас бөліктерінде дәстүрлі селекциялық әдістермен алынған айырмашылықтарды көруге болады. Жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері. Биотехнологиялық үдерістер мен ағзаларды өнеркәсіптік ауқымда қолдану. Биотехнология мен гендік инженерияның заманауи әдістерін үйлестіру болашақта қоғам алдындағы тұрғын азық-түлік, медициналық және экологиялық проблемаларды шешуі тиіс. Мал шаруашылығында биотехнологиялық зерттеу нәтижелерін енгізу бірінші кезекте мынадай салаларда жүзеге асырылады. Биотехнология көмегімен малдардың денсаулығын жақсарту. Малдарға жасалған биотехнологиялық зерттеулер көмегімен адамдарды емдеу кезіндегі жаңа жетістіктер. Биотехнология көмегімен мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын жақсарту, қоршаған ортаны қорғау және биологиялық алуан түрлілікті сақтау. Жануарлар селекциясы. Жануарлар тек жыныстық жолмен ғана көбейеді. Жануарларда ұрпақ саны көп бола бермейді. Әрбір жеке даралардың өзінің селекция үшін маңызды болуы мүмкін. Жануарлар селекциясының негізгі бағыттары: жануарлардың өнімділігі мен сапасын арттыру. Экономикалық жағынан тиімдірек жануарлардың тұқымдарын қарқынды түрде шығару. Жануарлардың ауруларға қарсы тұру қабілетін арттыру. Жануарлар селекциясының әдістері: шаруашылыққа бейімдеу, таңдау, гибридизация. Микроағзалардың селекциясы. Микроағзалар дәстүрлі биотехнологияларда, сонымен қатар заманауи биотехнологияда амин қышқылдары, нәруыздар, антибиотиктер, дәрумендер, нуклеин қышқылдары, ферменттер мен тыңайтқыштар алуда кеңінен қолданылады. Штамм деп өзіне тән генетикалық тұрақты белгілермен сипатталатын, ұзақ сақталатын микроағзалар клонын атаймыз. Микроағзалар селекциясының әдістері: индукцияланған мутагенез және кейінгі сұрыптау. Түрлі радиоактивті сәулелермен және химиялық мутагендік заттармен әсер ету арқылы қажетті өнімдерді көп мөлшерде бөліп шығаратын мутантты штамдар алады. Мысалы, пенициллиум дең саңырауқұлағынан пенициллин, актиномицеттерден стрептомицин және биомицин антибиотиктері алынып, адамға түрлі көмегін береді. Гендік инженерия. Гендік инженерияда гендерді тасымалдау арқылы түраралық кедергілерді жойып, қажетті тұқым қуалайтын белгілерді бір организмнен екіншісіне беру іске асырылады. Гендік инженерияның көмегімен бактериялық клеткалардан вирустық ауруларды емдеуге қолданылатын интерферон және өсу гормоны соматотропин нәруыздарын алады. Сондай-ақ қантты диабеттен арылудың арзан жасалу жолы көрсетілген. Өсімдіктер, енді тапсырма орындайық, алған білімімізді тексеру мақсатында. Өсімдіктер селекциясын жақсартудың екі жолын ұсыныңыз.
жануарлар селекциясын жақсартудың 2 жолын ұсыныңыз. Білімімізді тексерейік. Полиплодия бірінші сұрақ бойынша және цизгенез. Екінші сұрақ бойынша биотехнологиялық әдістер сұрыптау. Жақсы. Енді селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері мен жануарлардың қол тұқымдарын жақсарту тәсілдерін зерттедік. Енді халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету және оның қолжетімді болу мәселелерін шешу үшін жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті азық-түлік ресурстар жаңа технологиялар негізінде өндірудің маңызы зор екенін білдік. Оқу тапсырмасы 10-шы сынып кітабындағы 40-шы параграфты оқимыз және де кестені толтырамыз. Енді рефлексия бойынша, саты бойынша өздерінің қандай деңгейде білім алғандарыңды тексеріңдер. Және де осы материалды бейнесабақты дайындауға Асанов биологияның 10-шы сынып Алматы Атамұра баспасы 2019 жылғы қолданылды. Сол